Мағжан ағамды халық жауы деп ұстады. Одан кейін Ілияс ағамды ұстады. Бір күні екі орыс келді. Мені итеріп жіберіп, әкемнің ұйықтап жатқан үйіне кіріп кетті. Біреуі барды да әкемнің қасына барып, гражданин Майлин, вы арестованы деді. Двухлетним ребенком меня забрали в детский дом после репрессий моих родителей в 1938 году. Я расскажу вам Әкешім ұсталған соң 3 жасар келгенде 1938 жылы балалар үйіне алып кетті. Өз басынан өткен қиындықтың шет жағасын ғана айтайын. Христиан дінінің 19 заповедін жаттатты. Шатасып қалса ұрып соқты. Әсіресе түскі тамақ алдында шынын тағын жерге төгіп соған тізерлетіп ап отырғызады да жаттаған заповедіңді айтады. Ұмытып қалсаң, түскі тамақтан бір жола қағыласың. Осындай қиындыққа қарамай, Майлиннің 4 баласы да мектепті тек қана 5 оқыдық. Мы учились все 4 детей Майлиных на отлично. В 1957 году, после реабилитации моего отца Бимбета Майлина и матери Майлиной выжимал, я еще жылы әкеміз ақталып, шешені түрмеден қайтып оралғаннан кейін де халық жауының балалары деген қара күйедізден арылмай қойды. Тіпті институттан кейін аспирантура бітірген соң да кейбіреулер қыр соңыма түсіп, кандидаттық диссертацияны қорғатпай қойды. Егер қазір біз газеттің тарихына көз жіберіп, 34 жылды көз алдымызға елестетсек, біздің көз алдымызда ең алдымен Бейағаң тұрар еді. Себебі газеттің алғашқы саны 1934 жылы шығатын болғанда, осы газетке жауапкердасы кім болады дегенде ең алдын ауызға алынған Бейағаң болыпты. Ғабит Мүсірептің естелігіне қарағанда, біздің ішіміздегі ең журналистіміз осы Бейағаң еді дейді. Бірақ Бейағаң қашанғы өзінің әдеті бойынша дейді Ғабең, басшы жұмыстан қашқақтап жүретін дейді. Сондықтан бұл ұсынысқа жолай қоймады. Сондықтан да Бейағаң қашқақтағаннан кейін еріксізден бас жауапты редактор мен жегірдім дейді Ғабең. Ал жауапты хатшы болып Мұқаметжан Қаратаев болыпты. Ғабең бұл жұмыста жаршы істегеннен кейін оның орнына басқа қызметке ауысып, оның орнына жауапты редактор болып, қайтадан сол жұрттың қалауымен Бейағаң болады. Қазақ әдебиеті газеті алғашқы санынан бастап өзінің бағыт-бағдарын айқындаған газет. Оның себебі газеттің басында жаңағы біз айтқан Ғабит Мүсірептей, Бейімбет Майлиндей үлкен адамдар тұрды. Бейағаң салған жақсы дәстүр деп айтуға болатын дәстүр. Бейағаң осы бүгінгі жазушылар, үлкен жазушылардың естелігіне қарағанда, өз маңында сол кездердегі алдын қатарлы, озық ойлы жастарды топтастыра біліп, соларға кеңесші, ақылшы бола білген. Ал тіл мәселесіне келетін болсақ, бұл қашан түспейтін тақырып. Ол тілдің тазалығы, тілдің абыройын сақтау, ол кешегі Бейағаң өзі жазуынан бастап, газеттеген кездерінен бастап, қатты нысана алған нәрсесі болса, біз соны бүгінгі күні де негізгі тақырып, негізгі нысана етіп, жылдан жылға жалғастырып келе жатырмыз. Бейімбет Майлин, алан шақырып қойған есімі Беймағамбет болғанымен, 1912 жылы шыққан мұсылманның белгісі атты өлеңіне Бейімбет деп қол қойған. Алғашқы тілашар сауатын ауыл молдасынан алды. Жазушы атанып, ауызға ілінген кезі Уфа қаласындағы медресе ғалияда оқып жүрген шағына сай келеді. 20-ға енді толған Бейімбеттің «Шұғаның белгісі» повесі Айқап журналында қазақ газетіне басылып шықты. Новелла, әңгіме, повесть, роман жанрларының көрнекті үлгілерін туғызды. Yok kişiler gelse, оқушылар келсе, соларды өте қарсылатығын. Бұрап жүрген шаштың өзін қоя салып, балаларға қолын беріп, жігіттерге, студенттерге жазып-жазыпқа отырған уақытында үстелге шайды әзірлетіп, қағаздарын, сиясын бәрін дайындап отырушы еді. Мен шай құйып беріп отырам, сонысын
жазу қатты ақырын келгенде шашым былай бұрайтын еді. Шашым былай бұрап отырушы еді. Көп жазу қалың келген уақытында екі шынтағын неге үстелге тіреп алып былай екі қолдап бұрағанда шашын біреуін қойып біреуін жаза беретұғын еді. Сондай жақсы. Балалар қасында шулап жүрсе де, кет, апам жұмыс істеп жатыр десем, тиме балаларға, ойнай берсін деуші еді. Жолдастар, сәл сәбір етіңіздер, қылышын сүйретіп қыста келе жатыр. Сондықтан, төрт көзіміз түгел отырғанда, мықты бір жігітті мәкендік ақыран етіп тағайындап алуымыз керек. Бұған қалай қарайсыздар? Құрымбай Болат, өзі коммунист, өзі белсенді. Болат Құрымбай. Мен қарсымын. Құрымбай басып болды дегенше күніміз қараң болды дейміз. Саған қалған сөз жоқ, білдің бе? Оқырыңды ме? Бұл не? Колхоздың жиналысын жекешілер басқаратын болғаны ма? Саботаж, кепсін жиналыстан. Бірінші сүт мәселесі. Мен кедейге пістің аузын, ақтан айырғам жоқ. Ал коллективке жүрмейін деген жекешілерге сөттігі қара суда татырмайын. Керек болса коллективке кірсін. Былтырғы егінді осылай болды. Ит құсқа жем болды. Кім көрінгенің қолында кетті. Хватит. Әкәндік ақыран мен болам. Ей, мынауың кім ей? Маңды, әдімгі қашқылы бар. Ей, өзімізді олар ма? Қайда өзіміздің қосыра дейін. Атсыда адамды да Ауылнайға апарып тапсыр. Ауылнай ат жасап, болысқа тапсырады. Не дейін? Ауылнай ағам ауданға кеткен. Вот что, граждан. То есть басқарма жолда. Менің Ауылнайды іздеп жүретін уақытым жоқ. Жазатын болсаң міне, жаз. Тобылғып түскес торан. Тор не деп жаз? Жаз. Жалы мінер жағында, маңдайында бармақтай төбелі бар. Жаз. Міне, Банды Омар. Ұстаған нәшәлік ақыран Құрымбай деп жаз. Қазақ поэзиясындағы
эпикалык жанрдын кулагери атанган Ильяс Жансүгүров эскише айтсак Капал уезі Аксу болусунун 4-нчы ауылында дүнүйөгө келди. Әкесі Жансүгүр, Бесүгүр баласы көне шаазын аулап окуган көз ашыган эмес. Ильяс әкесінің көмөгүмен хат таанийт. Эл арасында жырау бала атанат. Жетісу өңірінің әсем де әдемі табиғаты ақын көңіліне сұлулық ұялатты. Ильяс алғашқы шығармаларынан бастап кейіпкердің сыртқы мүсінін, ішкі жан тебіренісін, жүрек лүпілін, табиғат сұлулығын, баршасын өзіндік бояуымен, шынайы ерекшелікпен суреттей білді. Ильяс Жансүгүровтың ақындық қуатын, тегеурінді талантын табылықтай танытқан күйші, құлагер поэмалар екендігіне ешкімнің дауы жоқ. Қазақта құлагерді көп айтады, серінің сергеді деп айтады. Ат сыры иесіне мәлім деп жұрт, тегінде мал көрмесе неге айтады. Ақандай осы тауда сері жүрген, су ішіп тауда шие теріп жүрген, қайыңдай мінсіз таудай таза жігіт, көң қоқыс бұлапыттан желіп жүрген. Тегін бекен ақан сері, бұл да бір емес бекен елдің ері, өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі алсын қайдан кемеңгерді. Мал сырлап, аттың сыры маған мәлім, жырым жылқы жүйрік ат салған әнім, аспан асты, жер жүзі кең сахара, күн көріп атам қазақ келген мәлім. Жер бетін қағып ұшқан құстай шүйгін, қадақтап барған сайын шықты жүйрік, төртеудің 1300-ден мойын қозып, құлагер келе жатты істеп құйып. Ильяс Жансүгүров был одним из первых руководителей литературной сценарной группы. Басты күні құрылғанда Қазақстандағы әдеби сценариялық бөлімшесінің ең алғашқы бастығы болып істеген. Әкем шығармаларының көпшілігі киноға сұранып тұрған дүниелерден түсінген. Сондықтан да оған қызға қарайды. Большим трепетом отношусь к тому воплощению произведения отца на экране. Ну а на мою долю, если хватит у меня умения... Мен негізінен кинодокументалистім. Әрине, алдына да кесіп пішіп айту қиын шығар. Әйтсе де мүмкіндік болып күш қуатым жетіп жатса, әкеміздің күйші поэмасы экранға шықса деп армандаймын. Қыр жағында, аңқытып Ағорданың бір жағында, күйші отыр домбыраны дүрілдетіп, құмар ғып тасқан күйдің ырғағына. Буынсыз он саусағы күй қағуға, көңіліне тыңдағанның от жағуға, бал тамған бармағынан домбырашы жан терге түсіп отыр мына дуда. Күлдіріп қоңыраудай күй сыңқылдап, бота күй майман қақты үн бұлқылдап, қоғадай салбырасып қан қарасы намазға ұйғандай отыр тыңдап. Қаққанда деген күйді теріс қақпай, жым-жырт боп тына қалды жел де соқпай, домбыра айналаға дүбір салды, адақтап жалғыз шапқан жүйрік аттай.
тұрды ұясына, бұлт тыңдап мінбей тұрды тау басына. Мақұлық жерде көкте маужырады, қараған бір жан болмай шаруасына. Суақпай жатты тоқтап арнасында, қарғалар қалқып қалды шарбасында. Сүйсініп домбыраны тыңдады жұрт, тырп етпей тілеулес болып зарласқанға. Қамалым, қандар шпан, кене құтым, менің де сыртым бүтін, ішім түтін. Ордадан бұдан артық тілемеймін, бер маған осы адамды, басы бүтін. Осыма сұрағаның қара шашым, қаласа қалағанын, алсын, алсын. Үйсіннің ерулігі болар бізге, бергенім басы бүтін, байлап басын. Қарағаз, қылаң қабақ, кер құбағыз, қарашаш алмасаға құралай көз. Сырықтай ордадағы сымдай бойы, тал шыбық қапша белдің өзін ағыз. Түлкі қыз, қызыл алтай, кер марал қыз, ақ қоян, бошша байтал, ақша нар қыз. Қымыздай балғаштқан тәтті қызға, жігіттер бәріңіз де сұқтанарсыз. Апырмай неткен жігіт күй тәтті, күй бар мекен күйі көңіл шағатты. Өмірдің бар қызығы домбыр екен, жалмап жеп жүрегімді қайда тартты. Соқ жігіт, соқ жігіт күйіңді тарт, лапылдат, жандыр, күйдір, құмар. Белден сарнат, үздік күші, керек жоқ, лақтыр әрі қысқарт. Апанық күйдің тілі қара шашқа, күй өткір ағалмастай түскен тасқа. Мысқылдап қыз көңіліне уын жайды, қалмады қаншаға құламасқа. Ағамызды төкпе ақын еді, өр ақын еді деп баспасөзде әркез мақтайды. Бірақ үлкен монография, тамаша адамдар өмірінен сияқты кітаптар жазылмапты. Сондықтан Ильястың туыстары өзімізше тырысып, еңбектеніп жүрміз. 1936 жылы Пушкиннің 100 жылдығына әкем Евгений Онегин романды аударып өзінің кітабына үңгізген. Атылғаннан кейін ол роман соғыс жылдары басқа кісінің атымен шығыпты. Ақталғаннан кейін тәтем соттасып сол романды қайтадан дайындалған 5 томдыққа кіргізді. Сол жылдары бір күні тәтем Фатима екеуміз Төлебаев көшесі мен жоғары өрлеп бара жатыр едік. Атақты жазушымыз Сәбит Мұқановты жолықтырдық. Қалбалақтап келіп тәтемнің қолын алды да: «Фатима, Ильястардың ақталғанына мен қуаныштымын. Жастықпен кезінде баспа бетінде айтысқан шағым болды. Беттен алған күнім де болған шығар. Оны күнәһарлық демеймін. Екінші, біреулерді қорқытып, желкесінде тұрып, болдың астына алғанда жамандап қол қою да мүмкін.
Мұны да кешіруге болады. Ал барып тұрған күнәһарлық солардың шығармаларын менікі деп өз атынан шығару. Мұны кешіруге ешқашанда болмайды. Өз басым атылғандардың бір жолында пайдаланған емеспін. Бұл жағынан арым таза деді. Тәтем ештеңе деген жоқ. Үндемей жерге қарады. Мен де ойланып қалдым. Мынау біздің Ильяс Жансүгіровтен 32 жыл түскен көретіміз. Ильяс абайдан соңғы біздің аса ірі жазушыларымыздың ірі саясымыз. Әдебиеттің жас кадрларын ұйымдастыруда Ильястың орны ерекше. Алдыменен Ильяс аса көрнекті ақын ретінде поэзияның түрі мен мазмұнына арасына кедергі қоймай біріне-бірін жалғастыра, бірінсіз бірі жоқтығын ескере отырып жазатын. Ильяс bizde поэзияда, поэма жанрын нағыз көркем түрде нығайту, бекіту жолында ең үлкен еңбек еткен ақын. Ильястың жазған поэмалары сол күні былай тұрсын, бүгінгі күніміз былай тұрсын. Ертеңгі күнгі аса көркем шығарма ретінде әдебиетіміздің тарихын. Ata-babaları oğlana karışılık olsa da caz caylağı imanak bolatın. İmanaktın шығış çağında eğindulak, itazu, köterme, bestoğam, tafi, hoşşoku talpak bolatın. Biz Sakin мен Atalas argının bir жағында тоқадан тараймыз. Мынау жатқан бес тоғам осы жерге Сейфулланың ұйымдастыруымен тәби тоғамы байланған. Сәкеннің әкесі марқұм Сейфулланың Мойынсеккездегі салған үйінің қабырғасы ғой.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Men Saken'den 15 yaş kişi bolsam da yaş kezimden Saken'di görüp östüm. Benim Saken tuvalı esimde kalganı, onun türmesinden kaçıp gelgen kezinde biz bir topala oynap yürüdük. Saken gitti, şu çakal deldim barlağa. Karasam basında caman tımağı var. Kiyimlerini aşar, sümüregen koş siyaktan kalktı. Saken'in kelgenin şimdi açmaktan dep, ülkönler aytsa da ilk günün içinde bukul elge taraf etti. Saken akesinin çalgıkası minip Türkistan'a ötüp etti. Keyin Saken alınmakta turganda da elden gelgen adamlarga da köp kömek etiydi. Sonun biri men edim. Aşaşılık vagında alınmakta okup жүргөнүмдө talay üzerine var. Dem tatıp akşarayda kömek algan edim. Saken'in жақсылығын көрмеген, şarafeti тимеген адамда келдекем шығар. Biz özümüzдің ұлыларымызды ардақтаудың орнына кей уақытында соларды сөзге қалдырып, Сәкен орнатқан Совет үкіметі құлады. Сәкен орнатқан, Сәкен қатысқан коммунистік партия тарады. Содан кейін осындай Сәкенді сөзге қалдырайық дейтін, Сәбитті сөзге қалдырайық дейтін адамдар қазір біздің ортамызда көп емес азайған жоқ. Бірақ соған қарамастан ел өзінің азаматына құрметін көрсете береді. Осы тұрғыдан келген уақытында Сәкен тек қана ұлы ақын, ұлы жазушы ғана емес, сонымен қатар ұлы қайраткерді. Сәкеннің сол ұлы азаматтығы, мынау қайраткерлігі мен ақындығын, ұлы азаматтығы біріктіріп тұрған сияқты. Сәкен өз аты Садуақас Сейфуллин, қазіргі Жезқазған облысы Ағадыр ауданы Ортау совхозының Қарашылық қыстауында туған. Қазақ әдебиетінің негізін салушылардың бірі, мемлекет және қоғам қайраткері. 1922 жылы Еңбекші қазақ газетінің редакторы, көп ұзамай Қазақстан Автономиялы Республикасы Советтерінің 3-ші съезінде Халық комиссарлар Советінің председателі болып сайланды. Сәкен қандай қызметте жүрсе де қаламын қолынан бір тастаған емес. Ол Қазақ Совет әдебиетінің қарыштап даму кезеңінде де үлкен рөл атқарған жаңашыл ақын. Аққудың айрылысуы, Көкшетау поэмалары философиялық терең толғауы мен замана бейнесін айқын суреттеуімен құнды. Сейфуллин «Бес повесть», бір тарихи мемуарлық роман жазды.
Однажды, когда я копал ямы под деревья, обнаружил старую пожелтевшую кость. Я показал ее жене. Жена говорит, возможно, от коровы или лошади. Я взял, примерил. Жер қазып жүрсем, сарғайып кеткен сүйек шықты. Әйелімді шақырып көрсетсем, сиырдың сүйегі шығар деп мән бермеді. Өте үлкен екен. Күдік алдымда аяғыма өлшек көрдім. Ары қарай қазып едім, адамның бүкіл денесі табылды. Бас сүйегін топырақтан аршып қарасам, желке жағында кішкентай тесік, ал маңдай жағында үлкен тесігі бар екен. Денемді рете түсті. Астыңғы тұсы алтын түс болып шықты. Когда лучше очистил, мы увидели нижнюю часть зубов золотые были. Затем на затылке... Мені таңырқататын нәрсе, сол жерде бұрында халық тұрды. Қазір де тұрып жатыр. Ішінде сол кездің куәгері болған кісілер де баршылық. Осы кезге дейін ешкім жұмған аузын ашпаған. Туған аға, жаным, бүгін мінеки жұма күні мамамды алып тағы да бәріміз сенің басына келдік. Қайтейін, бізге бұрыс топырақ сағы сенің басына салуға да бұйырмады. Осы уақытқа шейін қай тастың астында сені сүйегің жатқанын да білмейміз. Мінеки бізге ырза боларсың туысқандардың бәріне. Туған жеріңнен, кіндік қан тамған жеріңнен бұрыс топырақ алып келіп, мінеки салып отырмыз. Ырза бол. Саған қиянат жасаған адамдар әлі де осы уақытқа шейін жүр. Күнде соларды көріп жүрміз. Қайтейін, бір Құдайға тапсырайын. Осыдан 3 жыл бұрын дәл осы жерде әділет қоғамы бұрынғы Диханбай деген байдың ауылының орнынан НКВД-ның құпия зиратын тапты. Дәл осы жерде 2000-нан астам адамдардың сүйегі жатқан көрінеді. Зиялы азаматтар Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, тағы да басқалардың сүйектері жатқаны анықталды. Қазақтың ірілері, Абайдың інілері, Сәкен, Ильяс, Бейімбет. Осы ұлы аттарды біз бүгін еске алып тұрмыз. 20 ғасыр Қазақстанға көп жаңалық әкелді. Олардың ішінде қара жаңалықтары аз емес. Ғасыр әлі бітпеді. Алдымызда қандай жаңалықтар болады, Құдай біледі. Наша партия Народный конгресс Казахстана вместе с мемориальным обществом «Адлет» будут инициаторами проведения международного трибунала по осуждению сталинского режима. В этом году, может быть осенью или зимой, мы подготовим этот акт, который завершится и должен завершиться принятием Верховным Советом Казахстана соответствующего документа, осуждающего сталинские методы борьбы с оппозицией
и сталинский геноцид против казахского народа, против русского народа, против чеченского и всех других народов, которые похоронили своих лучших людей в нашей земле. Я бы мог появиться в горах и не зваться казахом, или жить в белой хатке, коров по оврагам пасти. Все равно привезли бы меня в Джесказган ваганзаком. Украина, прости, о ингуш, мою землю прости. Казахстан, ты огромен, 5 Франций, без Лувров, Монмартров. Уместились в тебе все бастилии грешных столиц. Ты огромной каторгой плавал на маленькой карте. Мы с тобою на этой каторге родились.